Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен сіздерге фуршетный самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен ұнды електен өткізіп алып, дайындап алған суымызға 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды салфанный пакетке салып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Енді ішіндегі салмасын турап алып, татымына қарай тұз, бұрыш салып, зіре салып, жақсылап дайындап қоямыз. Енді қамырымызды жарты сағаттан соң ұн себе отырып, видеодағыдай басып, сосын жұқалап жаятын боламыз. Менің видеом ұнаса, видеома лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Менің каналыма тіркеліп, өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер менің каналымның алға қарай жылжуына. Қамырымызды осылайынан жайып алып, жұқалап. Енді газымызды сармаймызды ертіп, осы қамырымызға жұқалап жайып жағып аламыз. Видеодағыдай орап, тығыздап орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа майы қатқанша тындырып қоямыз. Қамырымызды жарты сағаттан соң алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөліктерге бөлген соң, қамырымызды таразының көмегімен бәрін бірдей қылып 44-45 граммнан өлшеп аламыз. Бәрін өлшеп болған соң, жартысын құрамында май болған соң, тоңазытқышқа алып қоя тұрамыз. Енді ұн себе отырып, қамырдың ортасын қатты жаймай, шет-шеттерін жайып, ортасын қалыңдау қылып қалдырамыз. Видеодағыдай жайып, ортасына салмасын салып, видеодағыдай түйетін боламыз. Осылайынан біріктіріп, жасалу оңай. Асты ашылып кетпес үшін осылай қолымызбен біріктіріп қоямыз. Тағы екіншісін көрсетіп кетейін. Шеттерін жайып осылайынан дайындап аламыз. Самсаларымыздың барлығын осылайынан түйіп дайындап алып, пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Жұмыртқаның сарынына аунатып, кунжутқа шет-шеттерін аунатып, осылайынан видеодағыдай барлығын дайындап аламыз. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 220 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Ауызашарға дайындап көріңіз. Мен видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.